кәдімгідей былай анау. Ағам сөйтіп жібітіп алады. Ай, бәсе, кеше видео түсіріп, салып үлгерген ба? Бүгін түсіріп жатыр ғой. Кеше білмеймін, бүгін түсіріп бастады. Өз сөйлейін деп жатыр қазір. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Саламатсыздар, баласағаным, қалайсыздар, амансыздар ма? Екеуіңіз де құлпырып тұрсыздар. Рахмет. Енді біздің Нұржан дейтін айтады деген сайын өлдіріп жатыр ау. Енді Айтса да қалып айтпайды ғой бұл кісі. мына жерде былай ғой Бауыржан мырза. Салтанатта қазақтың қарапайым қызы. Әңгімем жоқ. Мен айтамын да, ода тұрған не бар екен, бір видеода тұрған. Может енді жұп боласың ғой. Может енді аузыңа солай салып тұрған шығар. Может менің басымға солай жазылса. Ағамыз кетер емес. Мысалға. Білмейміз ғой Бауыржан. Дұрыс. Солай ғой ол бүйтіп ол күлетін зат емес. Мысалға деймін, иә. Мысалы сен де мөлдіреп кешеден бері ақырке ойбай керек емес анау мынау дедің, иә. Бірақ кешке түнгі сағат 11 мен 12 дейін ақырке келмей жүр. Эфирде бар. Әзілдеп бассақ десек естеді бұл кісі. Жоқ, енді ашуланбаңыз енді, просто айтып жатыр ғой. Неге сен суретке, видеоға түсесің деп ұрысқан жоқ қой? Екеуі бір күшті жарасып жатыр деп жатыр. Мен просто көбісі ана күліп жатыр ғой. Мысалы күлетін жағдай емес деймін. Жоқ, иә, күлетін дүние емес. Жоқ, енді. Емес ол. Жоқ, сіз күлгенді дұрыс қабылдаңыздар. Керісінше енді жақсы жағынан күлдік. Былай айтқанда да. Салтанат, айтыңыз. Айтып кетейінші. Айтып кетіңізші. Саламатсыздар ма? Майыс қалған себебім өткен жаңа кездескен кезде сыртта. Қақты? Сыртта ма? Сыртта дегенде анау. Жоқ, көріп қалған кезде дейтін сөз бар да, кездескен дейтін. Осы қызым мен қызық мен. Айта беріңіз. Айтты да, саған қазақ. Соған майыс қалдым, содан кішкене не болып қалдым. Мен кеше айтып едім ғой, маған. Кім Салтанат ханым? Басқа микрофон беріңіздерші, ана микрофон істемей қалды. Андай кеше айттым ғой, маған қазы біреу сыйласа, маған кәдімгідей сол романтика деп. Сол ұлдың андай несін көрген кезде, андай ухаживаниясын көрген кезде, андай сезген кезде кәдімгідей соған мәз болып қалдым. Болды. Жақсы. Нұржан. Мейлі енді Ринаттың жағдайын білдік енді әңгімені үйрешікті жағдаймен ескі қатысушыларға тиісіп жағда әзілдеп жатқан жайыңыз бар. Жаңа қатысушыларда не жаңалық бар екен? Жаңа қатысушылар кәдімгі мөлдіреп қалған қыздар екен бәрі. Бәрі бір-бірінен сен тұр мен атайын қыздар екен. Енді қазір таныстырады шығып ортаға таныспаған қыздар да бар. Үміткерлер ертеңнен қалмай келмесеңіздер мына жерде айырылып қалатын сияқты отыздар кәдімгі. Қатты әдемі